Баршаңызға қайырлы күн. Бүгінгі сабақта бүкіл өткен сабақтардың барлығына қорытынды жасайтын боламыз. Яғни бір тауарды қазір шынайы түрде таңдап, сатып алып, сіздерге қалай төлем жасау керек, оны қайдан бақылайсыз, соның барлығын көрсететін боламыз. Ол үшін ең алдымен сіз өзіңіздің картаңызды тіркеп және мекен-жайыңызды енгізіп, дайын отыруларыңыз қажет. Карта мекен-жай тіркелмесе, алдағы сабақтарды көріп, міндетті түрде тіркеп алыңыздар. Ал ендеше кеттік, біз қазір тауарға тапсырыс берейік. Кез келген тауар, өзіңізге ұнайтын тауарды фото арқылы іздесеңіз болады, немесе жазсаңыз болады. Біз мына тауарда сөмкеге тапсырыс берейік. Мен өзіме ішіне кіреміз. Ең бірінші тауардың моделін қараймыз. Яғни фотоны бүйтіп басып, жылжытып қарай аласыздар. Қандай түсі бар, барлығын. Одан кейін бағасы астында жазылып тұрады. Дәл осы тауарды басқа дүкендермен салыстыра отырып қарай аласыз. Ол үшін мына қара жазуды басамыз, үстіндегі оң жақтағы екінші батырманы таңдаймыз. Осы кезде дәл осы тауар бірнеше дүкенде әртүрлі сапада, әртүрлі бағада шығады. Қарайық, мына 20 юань, 19, 18 әртүрлі бағада. Біз ішінен жақсысын таңдау үшін әртүрлі белгілер, алдындағы сабақта көрсетілген белгілер, Қытайдың оригинал тауары деген сияқты белгілерге қараймыз, немесе ондай белгі болмаса, тауардың рейтингіне қараймыз. Мысалы, мына тауарға кіріп көрейік. Сәл жоғары көтерсек, мына аяқта төбесіне рейтинг шықты 1 дейді. Бұл демек жақсы тауар. Астына түсейік, мысалы, мына ақ түрі бар екен. Бұны жоғары көтерсек, бұл тауарда рейтинг жоқ. Және де тауарлардың астында комментария болады. Комментарияда шынайы фотосымен бөлісетін адамдардың суретін көре аласыздар. Мысалы, мына тауарға кірейік. Бұның комментариясын көру үшін, мына астыға көтерілсеңіз, 1127 комментария жазған екен. Осының ішінен сіз мұны сәл төмен түсіп қарасаңыз, шынайы фотолар, яғни клиент қолына алып, өзі түсіріп жібереді және астына комментария отзывтарын жазады. Қарасаңыз, мына өмірдегі түрі мынандай деп барлығын көрсетеді. Және өзінің комментарияларды ішіне 127-дің ішіне кіріп, осы жерден скрин жасап, былай, скрин жасап, переводчикті қолданып, кез келген тауарды түсінбесеңіз, міндетті түрде переводчикті орнатып алыңыз. Осы переводчик арқылы сіз тауарды оқып, зерттей аласыз. Мына переводчикті арқылы қараймыз. Түстер мен стильдер өте жан-жақты, әдемі, матасы жұмсақ деген сияқты. Мына сумка туралы көрсетіп жатыр. Өзінің ойымен бөлісіп жатыр. Дәл осылай басқа тауарларды және басқа комментарияларды аударып, сіз өзіңізге керек ақпараттарды ала аласыздар. Ал енді тауарға тапсырыс қалай береміз? Мысалы, мына тауар таңдадық, рейтингте бірінші тауар, комментариясын көрдік, жақсы, маған бағасы да қолайлы, ұнады. Енді осы тауарды сатып аламын. Мына жерде тауардың аты барлық жазылған, переводчикті қолданып аударсаңыз болады. Ал астында мынау жылжып тұрған не? Бұл бірігіп сатып алу дейді. Яғни осы адамдармен қосылып сатып алсаңыз, Қытай дүкені біздің Қытай қоймамызға тезірек доставка істейді. Яғни бірден 3 тауарды, 2 тауарды бір курьерге береді, ол курьер бірден әкеп беретін болады. Және де мына жерде жазудың астында 48 деп тұр. Яғни бұл дегеніміз, қазір ішіне кіріп көрсетейін. Бұл дегеніміз, мына 48 сағаттың ішінде сізге өзінің Қытай дүкені біздің Қытай қоймамызға дейін 48 сағаттың ішінде апарып беру қажет. Егер апарып бермеген кезде әртүрлі жазулар болады, яғни 3 юаньға дейін төленеді деген сияқты жазулар шығады. Мына 48 сағаттың ішінде, ол бір күнде алып келуі мүмкін, немесе 1-2 сағаттың ішінде алып келуі мүмкін. Енді сатып алатын кезде біз мына жақтағы астындағы қызыл батырманы басамыз. Мына 20 юань деп тұр. Негізгі өзінің бағасы мына 32-де 59 юань. Ал қазір сіз сатып алатын болсаңыз, 20-да 63 юаньға сатып аласыз. Осыны басасыз. Басқаннан кейін сізге түсін таңдау қажет. Мына қара, ақ, бежевый түстер бар екен, біз қарасын таңдаймыз. Мына қарасын таңдадым. Міндетті түрде мына ең бірінші парақша ашылған кезде сіздің мекен жайыңыз, телефон номеріңіз барлығы жазылу керек. Ал екінші, бұл сізге тасымал жасайтын логистикалық компания. Мына жерде грузовик тұр. Грузовиктің жанында менде жаңа пост деп тұр. Мен жаңа пост арқылы тапсырыс беремін.
егер бұл жазу болмаса, жаңа постпен тапсырыс бергіңіз келеді, бірақ болмаса, осының ішіне кіреміз. Кірген кезде алдындағы талдаған 4 логистикалық компания көрсетілген. Осының ішінен жаңа посттың жанына галочка, птичка қоясыз да, міндетті түрде мына батырманы басасыз. Осы кезде мына галочканы қойып шығып кетсеңіз өзгермейді. Міндетті түрде галочка қойғаннан кейін мына қызыл батырманы басамыз. Сол кезде мына жердегі сіз ауысады. Енді қара түсін таңдадық, логистикалық компанияны таңдадық, мекен жайыңыз жазылып тұр. Енді ары қарай тапсырысты, төлемді растайсыз. Міне төлемді басамыз. Енді сіздің картаңыздан осы кезде картаңызға алдында 6 таңбалық кодты орнаттық қой. Карта енгізген кезде 6 таңбалық кодты ұмытпаңыздар деп айттық. Әрбір төлем жасаған кезде сол 6 таңбалық кодты қоятын боласыздар. Ал енді мына жерге жазайық. Өзіңіздің 6 таңбалы кодыңызды жазасыз. Міне жаздық. Ал енді мынау менің оплата алатын картам 4290 деген аяғы. Осының артында 3 таңбалы код болады. Оны жазуымыз қажет осы жерге. Картаның артындағы 3 таңбалы кодты жазамыз. Төлем батырмасын басамыз. Осылай сіздің Каспи картаңыздан Pinduoduo'ға ақша шешіледі, яғни менде төлем қабылданды сәтті түрде. Осымен мен Pinduoduo'дан өзіме ұнаған сумканы сатып алдым. Ал енді оны қайдан көреміз, қалай бақылаймыз, ол келесі сабақта көрсететін боламыз.